алдындағы рельсте айтқанбыз, мына адамның құйымшақ сүйегінің қасында бір нүкте бар. Бұл үлкендер етті босатуға, үлкендер еттің балаларға, шығататын балаларға өте пайдалы деп. Енді бұл туралы сұрақтар бізде өте көп болды. Менің қызымның шығатып қалады, ұлымның іші бүйтеді, мен қайтып не қыламын, баламда онда ішіндегі шығатуды қалай емдеймін деген сұрақтар өте көп болды комментарияда. Ал енді осыны біз дұрыс жауап беру үшін, бұл тек қана осы нүктеден сырт, мінекей қараңыздар, кіндік бар. Кіндіктің екі шетінде баланың қолымен үш желі жерде екі жағында тяншу деген нүкте бар. Осы нүктені сағат стрелкасының бағытымен уқалаймыз. Осы кіндіктің екі жағындағы нүктені үш желі, осыны баланың өзінің саусағымен уқалаймыз. Сосын мына сызық бойынша екі жаққа тарап уқалаймыз. Егер де осындай нүктелі массаж алам десеңіздер, біздің орталығымызға келіп, консультацияға келіңіз. Әрі біз балаларға осы шығату жайында және басқа да аурулар жайында біз нүктелі массаж жасаймыз. Эффект өте тамаша. Ал сіз өз балаңызға өзіңіз нүктелі массаж жасаймын, балалардың нүктелі массажын үйреніп алам десеңізде, қанекей біз балалардың нүктелі массажын сізге үйретуге дайынбыз. Төмендегі сілтемеден өтіп жазылыңыз.